артық салмақтың қажеті жоқ деп елдерге ақыл айтып жүргенсіз ғой жаңа. Сөйтіп содан бұның бәрін неге айтып тұрмын мен сіздерге кішкене осы мен өзімнің тарихымнан бастасам деп отырмын. Көп жерлерге айтылады бұл тікелей тарихты, менің тарихымды елдің бәрі біледі. Сондықтан мен негізінде студент болып жүрген кезде де, былай жүрген кезде де, бірақ 17 жасымнан бастап жұмыс істедім, жұмысқа араластым. Жақсы семьядан шықтық, отбасымыз Аллаға шүкір ұйымшыл. Жақсы семьядан шыққан кезде менде әлемнің бәрі бір түңіліп кеткендей болды сол кезде. Содан кейін осы ауруларды қойған кезде ең соңында онкологияға жіберді. Онкологияға жіберген кезде жыладым енді, жылап, бұрын қатты жылап қалатынмын айтқан кезде. Соны жылап жаңағы, мына не болды, әлі балам үйленген жоқ, аяққа тұрғызған жоқ, не болар екен, жағдайы не болды, баламды ойлап жүрмін. Уже барлығын ойлап қойғасын, бірақ сол кезде жаңағы сөйтіп жақсы, барлығы таза шықты, тек қана зоб екен, сол жаңағы зоб ауру екен. Сөйтіп 2017 жылдың аяғында жаңағы бір қыз үйіңізге шай ішейінші деп бұрын араласып жүрген қыз, қазір қайда екенін білмеймін, бұл компанияда емес ол қыз.